Selam dostlar. Al biz qay yerga keldik ayım? Magazinga keldik. Осындай заттар бар, жерге келдік. Қазір айым өзіне керек заттарын таңдап алатын болады. Айым, сен не алғың келіп тұр? Саған сағыз жайнауға болмайды. Доктор айтты ғой, болмайды деген. Қазір біз Сағызда жүруге болмайды ма? Болмайды. Аламыз ба? Әшкені, соны жейсің ба? Осын аламыз ба, үйде шаймен ішкенге? Аламыз. Болса сенің салатын заттар әткеш. Келіш қапкеш. Рызы. Кофе аламын. Я ал. Ана жерге қойшы сала берейік. Тағы не алып бар? Не бұл? Қаншайым қойып қой. Ай, мына жақта толтырып өз алып кеп отырған заттарды. Оны көтермейсіз, сан ауыр ғой ол. Та не аламыз? Ескушенка аламыз ба? Алса ескушенка. Кішкентай алайық. Ана, радуга алсам бұл ма? Не бұл? Радуга? Кімге Арнұрға да ала ғой. Біз қаншайым өзіне не алса, Арнұрға да содан алып жатыр. Себебі Арнұр бізде үйде жоқ. Біз кеткенде үйде жоқ еді. Садикте еді. Сол үшін екеуіне бірдей алып жатырмыз. Жоқ, сағыз алуға болмайды, қызым. Мен осылай алдым. Мына жақтан мыналар әлі заттар алып отыр. Не алып жатсыңдар? Мама, бала қоя. Қаншайым, сен ар жақтан йогурт алып қойдың ғой, қызым? Тағы аласың ба? Тағы заттар алып отыр, мына екеуі. Мына жақта менің пюрешкам, әлі есептегенде. Бағыманың қамырын алдым. Үйге барған соң тамақ істеймін. Лаваш алдым. Мен ертеңде лаваш алдым. Ертең істеп беремін. Мына жақта біздің заттарды есептеп жатыр. Ал біз енді 3 пакет болып қайтып жатырмыз. Неге? Не қылды? Сағыз? Тиын жоқ қой менде. Жүр, папаңнан тиын алып қайтайық. Балоса көтеріп кетіп жатыр. 3 пакет болып үйге барғанда распаковка жасаймыз. Біз қайтып келдік. Мына жерге тиын саласын. Сала ғой. Жасыл сағыз алдым, я? Болды ма? Болды енді, болды. Басқа айналмайды. Кеттік. Қорқпайсың ғой, сен? Молодецсің, е? Мына плюсоксың ішінде қайғы жегенсің ғой, соның ішінде қаралары, құрттары жабысқан. Соларды алып тастаймын, қарашы. Молодец. Егер ауырып кетсеші, бүйтіп қолын көтересің, жарай ма, мен тоқтайын? Молодец, ай, красавица. Аузын аш. Осы астын айтамын? Иә, осы. Ай, красавица. Мұның құрттары бар екен ғой, ішінде көп. Алып тастаймын, специально. Бірінші айда келіші ма? Бірінші айда келіші. Ұқпағаны. Күнді ұқпаймайды, қоғаланы. Су қоям, түкіресің, жарай ма? Тұрда? Я қатып көрмейді. Салтыкка бер шай. Молодец, красавица. Көреді. Просто ағайған шейін көреді болды. Қазір көрек қайық сен, доктор бошасын алдым. Оны оған шығуарым. Айтеке. Ана
Jigit yas oldu ya. Ağırdı mı ayım? Hatta ağırdı mı? Bol. Bugünden keyin ağrımaytın болады ya tісің ya. Söyle. Ağzı kolun kötülüğünü sokuyorsun. Ucu ağırdı mı? Ne? Kara. Okları ağırdı mı? Точно ama kara. Buna yersin. Ağırsa kötül kolunca. Yeni buna yerini sorayınca. O жерде ağırdı mı? Bol. İstemeyim. Kestik de. Молодец. Akılda kız ekensin ғой, ya sen. Шыдайсың еще, ya? Ай, красавица. Bugün bir tüsünü isteyeyim, Seyit'in ikinci tüsünü isteyimiz maması. Atı balansa nagruska, kıymalı salat, şaşak. Hadi. Tükür aşağı. Tüsünü şaşını uysırvatsın da yendi. Demir tüsünü uysun. Красавица. Машасың ба сен? Маша сияқтысың иә сен? Тура Маша шашы осындай еді ғой. Маша болып кепсің да, иә? Концертке келесің бе? Концертке барасың. Молодец. Маңдайымыз келмегенде түсі бізге. Сен сияқты әдемі, еще тыныш отырамын нағыз. Вообще идеальныйсың дейсің. Кішкене адетті жарайма. Ой, сен әппақ әдем болды ғой еді. Вообще керемет айта алмаймын, өз қатсын. Кішкене қатып алсын сосын тәртіп жесең ауырмайтын болады. Кейінше таңертең кешкісін тамақ жеп болғаннан кейін тісін жуасың, я? Молодец. Вообще әдемі атыңды қысқартып мамаң сен. Вообще қанша емеген. Маша деп жүрсің. Принцесса екен ғой. Hazır gelemiyor da ayet ölmüş sayfalarında gelen bunu apan köşke getiriyor. Sonra da kayıt gelensin desem getiriyorum bana tuttursun diyor. 85. Булгойку постоянно. Оценка просто бармай. Sen bilgi misin? Ayım tісің бітті. Алдыңдағы согласия молодец diye. Апайға көрсетейін. Sen zaten. Тоқтаса апай өзі көреді қызым. Bilgi misin istesi? Ay красавица. Болды. Ал достар, біз үйге келдік. Ал енді алған заттарымызды көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыз мына жерден колбасаны алдым. Бұны оливье салат істеймін. Соған бола алдым бұны. Мен уже үйге келе салып тамақты қорып қойдым. Оливье жасап қойдым. Кесемін, балдардың бәрі ұйықтап жатыр екен. Арнымды сабақтан келіп ұйықтап қалыпты. Қазір лагманды бір пісіріп, қайнатып пісіріп аламын да, сосын салып жей саламыз. Подливын уже дайындап қойдым. Ал мына лавашқа келсек, бұны ертең обедте балдар сабақтан келген кезде істеп беремін. Бұны лавашқа керек заттарды, помидор, огурцлар алдырдым. Алып келдік бұны да, мына сәбіз оливьеға. Сосын мынандай зат алдық біз. Не ғой? Приправа осыны ұнатады үйдегілер. Соған осының бір пачкасын алып алдым. Өзіме де дәм ұнайды. Өте жақсы шығады дәмі. Ал алған заттарымыз осылар. Кокенің де бір пачкасын алдым. Осы печеньені балдар өте қатты жақсы көреді. Сосын бұны да алып алдым.
Бізде қаншайыммен базарға келсеңіз, қалтаңызда ақшаның бәрін таусылмағанша ол заттар алып қоймайды. Осы жерде көп заттарына тәттілердің бәрін қаншайым өзі таңдап алып, өзі тағандай ғой. Ағаларына, әпкесіне қамқор, өзіне ғана алмайды да. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бәрінен 5 шұқтан алып алған, мыналардан да, мына шоколадтан да алды. Арнұрға деп, садиктен келсе не алады деп, жейді ғой деп, барлық заттарды алды. Сосын мынандай соқтар алдық, мен балдарға алдым. Әлі бұның дәмін көрмегенбіз. Мынаның дәмі қандай? Өткенде ішіп көрген едік, өте қатты ұнады бізге. Осы 2 түрін ішіп көрген едік, басқаларын ішіп көрдік. Құлпынайдікі де бар, кивидікі де бар, ненікі де бар, апельсин барлығынікі бар, қысқасы. Соны біз осы ішіп көрмеген осы 3-еуінен алдық. Бүгін ішіп көреді қазір балдар. Кейін қаншайым мынандай анардың соғын ішем деп бұдан да алды 2 штук. Сосын мынандай ащы алдық. Осы ұнап жүр. Ақыр кезде үйдегілерге тамақпен жегенге осындай да алдық. Сосын біздің балалар құрт десе енді мындай ғой. Өздерін ұстап тұрмайды, құрт деп соған кішкентай алып алдым. Ал мына жерде көп тұрсаңыздар, көп заттар қаншайым өзі таңдады. Кукурузда бар, радугада бар. Бафлейді қатты ұнатады бізде қаншайым. Осы бафлейдан да алып алды. Рулеттен де алып, жаңа көрсеңіздер видеода көтеріп жүрген болатын. Кейін да алды, сүтке пісіріп бересіз деп. Ал біздің распаковкамыз осымен аяқталды. Көріп тұрғандарыңыздай осынша заттар алдық. Айтқандай мен жаңа біз қаншайымның тісін ақырғы кездерде тісін деп жүрді, соған тісін апарып көрсете салайық деп едік. Сөйтіп қаншайымның тісін емдетіп алдық, бір тісіне ертең барамыз. Мен оны видеоға түсіріп үлгермедім, себебі мен ойладым қаншайым жылайтын шығар қазір тісін тазалағанда деп, бірақ ол жылаған жоқ, мүлдем жыламады. Наоборот, врачпен сөйлесіп отырды. Мен қазір Құдай қаласа видеода салам ол видеоны да, бірақ мен ол кезде дым сөйлемедім, себебі мен айымтағы менің даусыма андай қылып жылап қалама, тісім ауырды деп айтама деп үндемей тек қана видеоға түсіп тұра бердім. Оны қазір көресіздер, салып жіберем осы блогта қосып. Осы заттардың бәріне қанша кетті десеңіздер, 20 мыңнан асықтай кетіп қалды. 20 мың ар жақ бер жақ кетті енді. Ар жақта әлі жұмыртқаларым бар, алған тағы азық-түліктерім бар, оларды мына жаққа әкелген жоқпыз. Себебі мен келе салып сразу тамаққа кірістім. Ал бүгінгі влогымыз менің осымен аяқталды. Бізде Арнұр келіп ұйықтапты, ұйықтап қалыпты, келе салып. Қаншайым машинада жол бойы ұйықтап келді. Ол ар жақта спальниде ұйықтап жатыр. Үйге келсем, Арнұр маған осындай гүлді әкеп қойыпты. Бүгін оларда мереке болып өткен, аналар күніне. Осындай гүл әкеп қойыпты маған. Иісі деген күшті шығып тұр, но пластмас гүл емес, кәдімгі гүл. Қуанып қалдым. Ал достар, бүгінгі менің блогым осыменен аяқталды. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.